Мен Тазабеков Анжала. Сәлеметсіздер ме? Мен Тазабекова Меруерт. Біз Нұрсұлтан қаласының тұрғындарымыз. Біздің атамыз Тәте Тазабек ұлы отан соғысының ардагері. Алматы облысының Ескелді ауданының құрметті азаматы. Тәте Тазабек ұлы 1923 жылы 9 мамырда Талдықорған облысы Текелі қаласының Сырымбет ауылында Жалайыр сиыршы руынан тараған Айтақ ұлы Тазабектің отбасында дүниеге келді. 31 жылы Совет үкіметі 74 жастағы Тазабек атамызды бұрын бай болыс болған деп тұтқындап, мемлекеттік саяси басқармасының шешімімен 3 жылға жер аударуға үкім шығарады. Жастайынан әкесіне айырылып, інісімен екеуі ашаршылық уақытында анасының қолында қалады. Атамыз еңбек жолын Красный Пахарь ауылында есепшілік қызметін 39 жылы бастайды. 42 жылы Қызыл әскер қатарына шақыртылып, Башкириядағы алғашқы әскери дайындықтан өтеді. Әскери мамандығының қыр-сырын меңгеріп, майданға аттанады. Алғашқы жаумен ұрыс Ленинград жерінде, негізгі міндет Ленинград, Мәскеу, Октябрь темір жолын жаудан қорғау болды. Кез келескен ұрыстың бірінде жарақат алып, госпитальге түсті. 43 жылы жанын қатерге тігіп сапер ретінде жарылғыш зат миналардан тазарту жұмыстарына қатысты. Тәте атамыз қатардағы жауынгер Ленинградты қоршаудан азат етуге қатысты. Осы жолы аяғынан ауыр жараланып, 9 ай емделіп, майданға жарамсыз болып балдақпен елге оралды. Талай боздақтар жер жастанып, тіпті белгісіз солдат атанып, мүрдесі жау жерінде қалғанда, Тәте атамыздың көрешегі бар екен. Осы тұста бірінші ала, екінші ата баба аруағы қолдап, майданға аттанарда берген ел ақсақалдарының батасының арқасы болар. Туған елге аман оралды. Текелінің бойында балалық, мұрты тепен деген боз балалық шағы өтті. Еңбекке ерте араласқан атамыз соғыстан кейінгі колхоз жұмысына белшеше кірісті. Ауыл шаруашылығы елдің басты табыс көзі. Ешкі өлмес Красный Пахарь колхоздарын біріктіріп, Киров атындағы колхоз құрылып, соның қой фермасына меңгерушілікке тағайындалды. Еңбек ете жүріп Талдықорған зоотехникалық мал дәрігерлік техникумды сырттай бітіріп алды. Жұмысқа алғыр табандылық, тиянақтылық қасиеттері арқасында 1950-67 жылдар арасында колхоз басқарма төрағасының орынбасары кейін базотехник атындағы колхоздың мал бордақылау совхозында базотехник. Басқада өзіне артылған міндеттері адал атқарады. Жарты ғасырдан астам уақыт, 57 жыл елге адал еңбегін берді. Атамыздың сөзімен айтсақ, туған елдің сақтау үшін елдігін, еңбекпенен өтті бүкіл тірлігін. Елінің ертеңіне аянбай қызмет жасаған атамыз қоғамдық жұмыстардан да қол үзбеді. Аудандық партия комитетінің мүшесі, аудандық соттың халық заседателі, соғыс және еңбек ардагерлерінің аудандық кеңесі төрағасының орынбасары, жергілікті биліктің жанындағы ақсақалдар алқасының төрағасы қызметтерін өмірінің соңғы жылдарына дейін атқарды. Екінші дәрежелі отан соғысы Қызыл жұлдыз ордендердің және көптеген медальдердің иегері. Бірнеше рет жергілікті кеңесінің депутаты болды. Ескелді ауданының құрметті азаматы атанды. Бұл ісі елге үлгі. Ата-баба мықты еді ғой, мықты еді. Ұрпақ одан болу керек мықтырақ. Өзі туып өскен Сырымбет ауылының атауын қайтаруда Тәте атамыз мұрындық болып. Ұсыныс тастап, ол қолдау тауып, ата-баба есімі елге қайта оралды. Бұл ісі жазықсыз айтылып кеткен бабалар рухы алдындағы азаматтық міндет еді, оны да орындады. Тарихта Олықпан хакім мін жасаған деген сөз бар. Қалай мін жасады десек, ірі мұдағамен екен. Елдің ұлы, еңбек ері, соғыс ардагері, ардақты ата Тәте Тазабек ұлы 9 мамыр жеңіс күні дүние есігін ашқан екен. Бұл да тегін емес шығар. Текті атаның баласы бүгін ортамызда болмаса да, жарқын бейнесі мәңгі есте ұмытылмайды, ұрпағы бар ұмыттырмайды.